Мен тілдерді оқыту орталығының тыңдаушысы бүгінгі бізде қонақта Құлан агротехникалық жоғарғы колледжінің студенті, бірінші курс, бірінші топ мамандығының студенті Багров Ярослав. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Көш көрдік, көп рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім өте тамаша. Сабақтар қалай өтіп жатыр? Колледждегі сабақтар қазақ тілі курсы дамаған ұнайды. Қазақ тілі курсының атмосфераның өте жылы, сондықтан әр сабақтар қуанып келемін. Тамаша. Ярослав, өзіңіз колледжде қай мамандықта оқисыз? Әрине мен колледжде дәнекерге оқимын, мамандығына оқимын. Және бұл мамандық иесіне қазақ тілін білу не үшін қажет деп ойлайсыз? Тіл білу менің кәсіби тұрғында өсіме үлкен жол ашады. Болашақта өз ісімнің нағыз маманы болғым келеді. Өз мамандығым бойынша мемлекеттік тілді білу өте маңызды. Себебі болашақта маған түрлі адамдармен, тапсырыс берушілермен немесе ұжыммен қазақ тілінде еркін тіл табысуға тура келеді. Өте дұрыс айтасыз. Келесі сұрақта, жалпы өзіңіз қанша тіл білесіз? Мен қазіргі уақытта 2 тіл білемін. Мен ана тілім орыс. Мектеп пен колледжде ағылшын тілінде базалық деңгейде үйрендім. Ал қазақ тілі мен жүрегіммен таңдап ерекше ықыласпен оқып жатқан тілім. Әр тілдің өз сұлулығы бар, бірақ қазақ тілінің орны мен үшін бөлек. Өйткені бұл мен туған, мен өсіп жатқан отанымның тілі. Керемет жауап. Сізге үлкен рахмет. Көңіл күйіңіз әрдайым осындай көтеріңкі, ал тіл үйренудегі қадамыңыз сәтті болсын. Көп рахмет. Көрермендерге де сәттілік тілеймін. Тіл үйренуден қалыс қалмаңыздар.